Достар, жаңа жылға арналған өте дәмді, өте оңай жасалатын мандарин салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ләззат. Бүгін мен сіздермен осы салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналымнан алыстамай, каналыма тіркеліп қойып, дәл осы салатты менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше салат жасауды бастаймыз. Тауықтың етін алдын ала пісіріп алдым да ұсақтап турап қойдым. Одан соң суға піскен картоп, сәбіз, жұмыртқаны үкіштен өткізетін боламыз. Және де 2-3 штук сарымсақты да қосуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ достар, мені арнамда көптеген рецепттер бар. Барлығы да мастер-класстан алынған. Сондықтан да арнамды жіберіп алмай, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді арнамда күтетін боламын. Және де достар, менің осы видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен бөлісіңіздер. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіздер. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығын турап алдық. Ендігі кезекте салаттың сыртына әсемдеп мандарин түстес ету үшін сәбізді үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізіп алған салат құрамын тұз қосып, майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де осы жерде маған салапан қажет болады, өйткені біз мандариннің формасын жасаймыз. Осы салапанға сәбізімізді аздап жаямыз да, оның ішіне салатты домалақтап саламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте оңай мандарин шықты. Дәл осы әдісті қайталап отырып, мандариннің формасын жасай береміз. Жасалуы өте оңай және де өте қарапайым, үйдегі бар заттардан жасалынатын салат. Сондықтан да достар, жаңа жыл кешінде дастарханның көркін ашар осы салатты сіздер де жасап көріңіздер. Осы мандариндердің ортасын бөліп қойсаңыздар да болады, немесе дәл осылайша домалақ күйінше де қойыңыздар. Салатта ақ желкенмен әсемдесеңіздер болады, ал менде бары ас көп болғандықтан мен ас көппен әсемдедім. Достар, видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Мені арнамнан алыстамай тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздерді арнамда күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.